Сәлеметсіңдер ме балалар, бұл 3-ші сынып математика пәні 164-ші сабақ уақыт өлшем бірліктерін түрлендіру тақырыбы. Бірінші тапсырма. Өрнектерді мәнімен сәйкестендір. Сонда Ұлы Отан соғысы батырларының құрметіне қойылған ескерткіштердің қашан, қайда орнатылғаны туралы білесің. Бірінші ескерткіш 80 минутқа сәйкес келеді. Ол Луганский ескерткіші 1951 жылы салынған Алматы қаласы Абылай хан даңғылында орналасқан. Бұл бірінші ескерткіш. Екінші 45 минутқа сәйкес келетін ол екінші Панфилов ескерткіші 1968 жылы салынған Алматы қаласы 28 гвардияшы Панфиловшылар атындағы саябақта орналасқан. Үшінші 900 секундқа сәйкес келеді. Бұл даңқ мемориалы кешені 1975 жылы салынған Алматы қаласы 28 гвардияшы Панфиловшылар атындағы саябақта орналасқан. Төртінші 50 секундқа сәйкес келеді. Момышұлы ескерткіші 2010 жылы салынған Алматы қаласы 28 гвардияшы Панфиловшылар атындағы саябақта орнатылған. Бесінші 605 секундқа сәйкес келеді. Бұл Мәншүк Мәметова мен Әлия Молдағұлова ескерткіші 1997 жылы Алматы қаласы Төле би көшесіндегі саябақта орнатылған. Екінші тапсырма. Есептерді шығар. А есебінің жауабы 1 күнде 1 сағат 45 минут, 3 күнде 5 сағат 15 минут. Ә есебінің жауабы 1 сағат 45 минут. Үшінші тапсырма. Минутпен өрнекте. 6 сағат 20 минут тең 380 минутқа. 9 сағат 10 минут тең 550 минутқа. 4 сағат 30 минут тең 270 минутқа. 7 сағат 40 минут тең 460 минутқа. Төртінші тапсырма. Есептерді теңдеу құрып шығар. А есебінің жауабы 9 қорап. Ә есебінің жауабы 10 қатар. Бесінші тапсырма. Қанша уақыт өтті? Минут және секундпен өрнекте. 8 сағат 39 минут 15 секунд және 8 сағат 43 минут 10 секунд. Қанша уақыт өткенін анықтау үшін өткен уақыттан алдыңғы уақытты азайтамыз. 8 сағат 43 минут 10 секундтан 8 сағат 39 минут 15 секундты азайтамыз. Сонда 3 минут 55 секунд қалады. Келесі 14 сағат 26 минут 53 секундтан 14 сағат 25 минут 1 секундты азайтамыз. Сонда 1 минут 52 секунд уақыт өтті. Алтыншы тапсырма. Сағатпен өрнекте. 5 тәулік 13 сағат 133 сағатқа тең. 2 тәулік 19 сағат 67 сағатқа тең. 8 тәулік 3 сағат 195 сағатқа тең. 3 тәулік 10 сағат 82 сағатқа тең. Жетінші тапсырма. Бастауыш сынып оқушылары Ұлы Отан соғысы ардагерлерімен кездесу ұйымдастырып, тәрбие сағатын өткізді. Кестеде әрбір сыныптың тәрбие сағаты қаншада басталып, қашан аяқталғаны көрсетілген. Әр сыныптың тәрбие сағаты қанша уақытқа созылғанын анықта. Кестеге қараймыз. Бірінші сыныптың тәрбие сағаты басталу уақыты 9:35-те, аяқталуы 10:10-да. Сонда бірінші сыныптың тәрбие сағаты
35 минутқа созылған. Екінші сыныпқа қараймыз. Басталуы 10:00-де, аяқталуы 10:40-та. Демек 40 минутқа созылған. Үшінші сыныпты қараймыз. Басталуы 11:20-да, аяқталуы 12:30-да. Барлығы 1 сағат 10 минутқа созылған. Төртінші сыныпты қараймыз. Басталуы 15 сағат 30 минутта, аяқталуы 17:00-де. Сонда барлығы 1 сағат 30 минутқа созылған. Сегізінші тапсырма. Секундпен өрнекте. 1 минут 36 секунд 96 секунд болады. 4 минут 24 секунд тең 264 секундқа. 6 минут 50 секунд тең 410 секундқа. 10 минут 7 секунд тең 607 секундқа. 5 минут 45 секунд тең 345 секундқа. 3 минут 17 секунд тең 197 секундқа. 9-шы тапсырма. Фигуралардың периметрін және ауданын тап. Бірінші тік төртбұрыштың ұзындығы 6 сантиметрге, ені 3 сантиметрге тең. Периметрі 18 сантиметр болады, ауданы 18 сантиметр квадратқа тең. Келесі шаршының қабырғасының ұзындығы 3 сантиметрге тең. Шаршының периметрі 12 сантиметр, ауданы 9 сантиметр квадратқа тең. 10-шы тапсырма. Теңдіктер дұрыс болуы үшін өрнектерге жақшалар қой. Бірінші теңдікте 45 қосу 75 бөлу 5-ті жақшаның ішіне аламыз. Бірінші 75-ті 5-ке бөлгенде 15 болады, 45-ке 15-ті қосқанда 60 болады. 100-ден 60-ты азайтқанда 40 болады. Келесі 100 азайту 45 қосу 75-ті жақшаның ішіне аламыз. Сонда 100-ден 45-ті азайтамыз, 55 болады. 55-ке 75-ті қосқанда 130 болады. 130-ды 5-ке бөлгенде 26 болады. Келесі 45 қосу 75-ті жақшаның ішіне аламыз. 45-ке 75-ті қосқанда 120, 120-ны 5-ке бөлгенде 24, 100-ден 24-ті азайтқанда 76 болады. Келесі 100 азайту 45-ті жақшаның ішіне аламыз. 100-ден 45-ті азайтқанда 55, 75-ті 5-ке бөлгенде 15, 55-ке 15-ті қосқанда 70 болады. Балалар, осымен бүгінгі сабақ аяқталды. Сабақ түсінікті болса, міндетті түрде осы видеоға лайк басып, каналға тіркеліп алуды ұмытпаңдар. Келесі сабақтарда кездескенше.